Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің кезекті сабағымыз Қытай тілін 5 минутта үйренеміз. Бүгін біз өзіміздің досымызды, туысымызды басқа адамдарға таныстыруды үйренеміз. Бірінші үйренетініміз ол 这是我的. Бұл менің әкем, бұл менің шешем деген мағынада таныстыруды үйренеміз. Бұл жердегі 这是деген бұл деген сөз. Егер бөлек қарайтын болсақ, 这деген ол да бұл деген мағынаны береді. Ал бұл жердегі ш деген мағына, біз өткеніміз бойынша ол я деген мағына. Яғни бұл ш растайды. Орысша айтқанда утверждает. 这是我的. Бұл менің әкем. Әке деген сөз қытайша папа. 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 这是我的папа. Бұл менің әкем. Бұл жердегі оды деген сөзді енді көрейік. О деген мен деген сөз. Егер оған д деген иероглифті жалғасақ, оды бұл менің деген мағынаны береді. Яғни бұл жердегі д деген сөз тәуелдік жалғауды береді. Мысалы, менің, оның, олардың деген сияқты дың, тың деп тәуелдік жалғаудағы мағына. Ол деген сөздің қытайшасы та. Оның, яғни оның заты, оның досы дегендегі оның тады. Тағы да бір та бар. Ол деген мағына. Бұл да екеуінің айтылуы бірдей. Та. Бірақ екеуінің айырмашылығы, бірінші та ол тек ер адамдарға арналады. Ол деп айтқан кезде осы иероглифті жазамыз. Ал егер әйел адамдарды ол деп меңзейтін болсақ, екінші иероглифті жазамыз. Та. Дәл солай оның, яғни әйелдің деген тәуелдік жалғау жалғасақ, тады, оның. Енді көпше түрде тамын, олар деген мағына. Тамын, олардың, тамынды. Әйел адамдар болса, олар тамын, олардың, тамынды. Енді бүгін біз тағы да әке, шеше, дос деген сөздер үйренейік. Әке, папа. Ана, шеше дегеніміз мама. Егер үйленген жігіт болса, ол күйеуі болып саналады. Әйеліне ол жаңфу. Күйеуінің міндетті түрде әйелі болады, ол чизы. Енді әр адамның достары бар. Дос деген мағынаның аудармасы паңйоу. Егер қарым-қатынастағы қыз бен жігіт болса, олар жігіті, қыздың жігіті нән паңйоу. Жүріп жүрген қарым-қатынастағы жігіті нән паңйоу. Ал жігіттің қарым-қатынастағы қыз досы нүй паңйоу. Біз өттік, дос дегеніміз паңйоу. Оның алдына нән деген сөзді қоссақ, бұл жердегі нән ер адам, ұл бала деген мағынаны береді. Нән паңйоу. Тіке аударсақ, ұл дос, яғни жігіті. Алдына, дос деген сөздің алдына нүй деген сөзді қоссақ, нүй, ол қыз деген мағына, яғни қыз дос, қызы. Нән паңйоу, нүй паңйоу. Енді сол достарымызды бөтен біреуге таныстырайық. 这是我的爸爸. Бұл менің әкем. 这是我的男朋友. Бұл менің жігітім. Енді суреттермен сіздерге мысал келтірейін. Сіздерге суретпен мысал келтірейін. Мына жерде әйелі, яғни та, ши. Яғни бұл жерде біз шыны қолданамыз. Яғни біз оны растаймыз. Ол оның күйеуі, немесе ол оның әйелі деген сияқты. Та, ши. Тады, жаңфу. Ол оның күйеуі. Енді та, ши. Тады, чизы. Онда та, ши. Тады, чизы. Мына жерде еркектер мен әйелдердің айырмашылығын ұмытып кетпейік.
Енді көпше түрде алайық. Мысалы, ташы, әйел адам, ташы, тамынды, мама, ол, олардың анасы. Немесе, ташы, тамынды, папа, ол, олардың әкесі. Енді қарым-қатынастағы қыз бен жігіт болатын болса, таныстырған кезде ташы, тады, 女朋友, яғни ташы, тады, 女朋友, ол оның қызы. Немесе ташы, тады, 男朋友, ташы, тады, 男朋友. Бұл біраз күрделі көрінеді, бірақ бір-екі рет қайталасаңыз, бұл өте оңай. Сондықтан қайталап осы сабақтарды үйреніп аласыз деп үміттенемін.